Білім бүгінгі қоғамның басты құндылығы. Білімді игеріп қана қоймай, оны тәжірибемен ұштастырып, игілігіне жарату. Армысыздар оқу телеарнасының көрермендері. Сіздердің назарларыңызда наурыз айының жаңалықтары. Алдымен аңдатпа. Орал қаласында 1-6 наурыз аралығында мектеп оқушылары және колледж студенттері арасында допты хоккейден республикалық 9-шы қысқы спартакиада өтті. Шараны өткізудегі басты мақсат дене тәрбиесі мен спортты бұқаралық сипатта одан әрі дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау, оқушыларды дене шынықтырумен және спортпен, соның ішінде қысқы спорт түрлерімен үнемі шұғылдануға тарту. Додаға еліміздің 6 аймағынан Алматы қаласы, Алматы, Ақмола, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстарының командалары қатысты. 5 күнге созылған жарыс өте тартысты өтті. Нәтижесінде үздік ойын өрнегін көрсеткен командалар, атап айтсақ, 1-ші орынды Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының командасы, 2-ші орынды Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласының командасы иеленді. Ал жүлделі 3-ші орын Ақмола облысының командасына бұйырды. 4-ші наурызда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында білім басқармасының ұйымдастыруымен әлемнің жарығы облыстық аналар форумы өтті. Форумның 1-ші бөлімінде дарынды балаларға арналған мамандандырылған номер 8-ші облыстық мектебі, Орал қаласының номер 32, номер 37-ші жалпы орта білім беретін мектептері мен жаратылыстану математика бағытындағы номер 41-ші мектеп лицейінің, Әлия Молдағұлова атындағы номер 38-ші жаратылыстану математика бағытындағы мектеп лицейінің, әжелер, аналар, қыздар клубтарының іс тәжірибелерінен шеберлік сыныптар, мектептен тыс жұмыс орталығының ғажайып туынды жан дүние көрінісі мен қол құдіреті атты Делив және мен бақытты анамын психологиялық тренингі, ана бақыты бала тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Форумның 2-ші бөлімі Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрында жалғасты. Шара барысында аналарға облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұловтың атынан алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Мерекелік шара қала мектептерінің оқушылары дайындаған сазды кешке жалғасты. Облыстық білім басқармасы мен оқу әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен 11-12 наурыз күндері Орал қаласының Асан Тайманов атындағы номер 34-ші мектеп гимназия базасында үздік дене шынықтыру мұғалімі 2019 атты облыстық байқау өтті. Байқауға қатысушылар біліктілік тестілеуі, жаңашыл педагог, ашық сабақ, спорттық іс-шара кезеңдері бойынша сайысқа түсіп бақтарын сынады. Шығармашылықпен жұмыс жасайтын талантты жас педагогтерді анықтау, қолдау, олардың шығармашылық белсенділіктері мен біліктіліктерін арттыру мақсатында жаңа мектепке жаңа ұстаз 3-ші республикалық байқауының облыстық кезеңі 13 наурыз күні Орал қаласының номер 47-ші жалпы орта мектебі базасында өтті. Облыстық оқу әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен өткен байқауға 15 аудандық, қалалық
және облыстық жалпы білім беретін ұйымдардың жас педагогтері қатысты. Жас мамандар байқаудың бірінші турында эссе жазса, шығармашылық жолдың бастамасы бөлімінде өзін өзі таныстырды. Үшінші ашық сабақ өткізу турында 5-8 сыныптарда сабақ беріп, шеберліктерін көрсетті. 13-14 наурыз күндері Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Күләш Шәмшидинова Орал жоғары аграрлық техникалық колледжінде Жәңгірхан жеке бөбекжайында облыс орталығында жаңадан бой көтерген номер 50 орта мектепте, номер 33 мектепте, Зеленов ауданындағы Дариян мектеп гимназия интернатында болды. Күләш Ноғатайқызы білім ұяларының жұмыстары және жетістіктермен танысып, ұстаздар қауымымен кездесті. Кездесу барысында еліміздің бас ұстазы білім саласында атқарылған нәтижелі істер мен енгізілген өзгерістерге тоқталып, педагог мәртебесі туралы заң жобасына қатысты қойылған сұрақтарға нақты жауап берді. Қазіргі заманның басты капиталы адам. Оның құндылығы білімділігінде, интеллектуалды дамуында. Сондықтан оқушыларды алған білімін талдап, қорытуға үйретуіміз керек. Мұғалімдердің басты міндеті оқушыларды білім алуға, ұмтылуға баулу, бағыттау, деді министр кездесуде. Сонымен қатар, білім министрі жұмыс тобымен бірге өңір жұртшылығымен кездесіп, азаматтарды қабылдады. Білім басқармасының ұйымдастыруымен өңірімізде екінші мәрте өткізіліп жатқан облыстық табысты менеджер 2019 байқауының мақсаты шығармашылықпен жұмыс жасайтын басшыларды анықтау және Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымының озық инновациялық менеджерін насихаттау. Жалпы білім беретін және шағын жинақты мектептер басшыларының байқауы Орал қаласының номер 1 жалпы білім беретін мектебі базасында өтті. Аталмыш шарада 16 қатысушы бағын сынады. Байқау заманауи басшы табыс формуласы, эссе жазу, басқарудағы менің жетістіктерім жарияланған бейнебаяны, мен табысты басшымын, интербелсенді таныстырылым, табысты білім беру ұйымының заманауи моделі, жоба қорғау, шығармашылық көрме, қорғау сынды 5 кезеңді қамтыды. Қорытындысында жүлдегерлер грамоталар, бағалы сыйлықтар, сертификаттармен марапатталды. Республикамыз бойынша біздің облыста ғана білім басқармасының ұйымдастыруымен Батыс өсу вектор жобасы 2018 жылдың тамыз айынан бері жүйелі түрде өткізіліп келеді. Жобаның басты мақсаты түрлі деңгейдегі оқу орындарындағы ұстаздар қауымының білімін ұштап, тәжірибе жинақтауына жағдай жасау. 26-28 наурыз аралығында бастауыш сынып және өзін тану пәні мұғалімдеріне арналған кезеңі Мұстақым Ықсанов атындағы жалпы орта білім беретін мектепте ұйымдастырылды. 3 күнге созылған шарада ұстаздар қауымы озық іс тәжірибелермен танысты. Шеберлік сыныптарына қатысты. Өңіріміздің танымал тұлғаларымен кездесті. Құрметті көрермен, оқу телеарнасының елеулі жаңалықтары осы болды. Көріскенше қош сау болыңыздар.